Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, сапарлатыңдар. Сапар өйткені адамның ой өрісін кеңейтеді дейді. Сапарлардың ішінде ең абзал біз міндетті түрде, әрине біз міндетті түрде Мекке менен Мәдинаға аттанған бұл рухани сапар дейміз. Алла тағала кейбір құлдарын өзінің үйіне қонақ қылып, мысалы біреу анасымен былай телефон арқылы сөйлескен мейірім басқа, мейірім берген басқа, бірақ анасының алдында құшағына мейіріміне қанып тұрып әңгімелесіп мейірім берген ол басқаша болады. Алла тағала солай кейбір құлдарын өз қағбасында, өз үйінің жанында, сол үйінің жанында күтіп, сол жерге шақыртып, соның дұғасын қабыл алғанда Алла тағала жөн көреді екен. Сол жерге өз үйіне қонақ қылып, сол жерде күнәсін кешіріп, сол жерде дұғасын қабыл қылады дейді. Көрмейсіз ба? Әрине бұл сапарға адам ең алдымен ниетті дұрыстау керек, ниет болу керек. Анасынан туғандай қылып, оны бүкіл күнәсінен тазартып жібереді дейді.